Қайырлы күн құрметті көрермендер, дәл қазір Chery компаниясы ұсынған Tiggo 8 Pro маркалы автокөлігімен келе жатырмын. Осы орайда демеушіміз Chery компаниясына алғыс білдірем. Ал бүгінгі жұлдызды такси бағдарламасының қонағымен таныстырайын. Талай жобалардың авторы десек те болады. Әзілкеш Семен Махов. Баршаларыңызға сәлем. Тағы да бір қазақша сөз. Тағы да бір қазақша сөз. Қандай? Осындай. Бір қазақша сөз. Айттым ғой енді. Қалайсыңдар? Бәрі жақсы, аман есен, Құдайға шүкір, рахмет. Сіз ше? Жақсы, керемет. Не жаңалық болып жатыр негізі өміріңізде? Қандай жаңалықтар бар? Енді үйленуім керек. Негізінде ше, сол себеппен мен сіздің таксиңізді міндім. Хабарлама жариялау үшін. Жариялау рұқсат? Енді құрметті әйелдер, қыздар. Әйелдер де бола ма? Конечно болады. Мен барлық предложенияларға ашықпын. Жасы үлкен? Жасы, жасы үлкен, ол байланысты ғой енді. Негізінде махаббат жасқа қарамайды дейді ғой. 10 жас үлкен болса? 10 жас үлкен. Енді қараймыз енді. Жалпы көлік жүргізушісінің бірінші ережесі көңілді және өзін еркін сезіну. Сол үшін де қашанда бізге Dizzy Energy көмектеседі. Семен, бір қуаттанып алуға рұқсат. Бұл Dizzy Energy сізге? Маған ба? Иә. Біздің демеушіміз ұсынған, әрқашан эмоцияға толы болып, көңілді болып жүріңіз. Ой, рахмет. Және де менің де ұсынысым бар. Сіз емес, сен деп бір-бірімізге айтайықшы. Сен деп сөйлесеміз. Конечно. Семен, қазақ тілінде еркін сөйлейсің? Жоқ, еркін емес, бірақ өзім үшін мен жеке пікірімше әжептәуір сөйлеймін. Әжептәуір. Стендапта өнер көрсетесің. Қазақ тілі 15 секундта жобасының авторысың. Жалпы қазақ тілін үйрену қандай тәсілдер арқылы болады? Ойнап көліп, ол ең бастысы. Ойнап көліп үйренсен, ол жақсырат келет миына. Сөздер, грамматикалық ережелер, тағы басқалар. Қашанда позитивте болу керек? Иә, әр қашанда. Өте керемет. Отбасыларыңызбен қазақ тілінде сөйлейсіздер ме? Негізінде мен өгей шешем бар, және де өгей әкем бар. Бір жағынан қазақ отбасым бар, бір жағынан орыс отбасым бар. Бірақ екеулерде де менімен орысша сөйлейді. Орысша сөйлейді. Отбасыда қазақша сөйлеспейсіңдер? Иә, сөйлеспеймін. Мен тек қана далаға шығып, такси мініп, мысалы үшін қазақша сөйлесемін. Семен, енді көптеген жалпы жерлерде, жалпы өнерде жүргеннен кейін бір шаршау орын алады. Адамда шаршап қаласың арасында. Соған орай біздің демеушіміз ұсынған Baby Partners ұсынған осындай керемет капсула түріндегі саумал. Бұл саумал өте пайдалы. Семеннің плейлистінде қандай әндер бар? Қазақ әндері ма? Қандай әндер тыңдайды? Әншілерден кімге көп жанкүйер, сүйікті әнің қандай деген сияқты? Қазақша ән болса? Қазақша әндер әрине бар. Мысалы үшін Шамшы Қалдаяқовтың «Сәйгүлік» маған ұнайды, қатты. Ол әнді мен КВН кезінен бастап тыңдайтынмын. Негізінен бір жақсы тобы бар, КВН-дегі Сағыз деген. Сол жігіттердің выступленияда соңында осы ән постоянно ойнайтын. Бірақ мен оны білген жоқпын, сосын Шазам арқылы тауып алдым. «Сәйгүлік» табылды досымов. Менімде шабан алдым, нанғарлар қақтап, тауларда орғып өтемін, жанғалар қақтап. Жарықтың жылдамдығынды жолда қалдырам, мен болсам арман тұлпарым, арманнан да пак. Мен әнші емеспін, бірақ оны көбінесе айтпаймын, бірақ тыңдаймын. Бірақ қосылып айтуға қалай қарайсың? Егерде әлеуметтік желіден сол өлеңді тауып қосылып айтсаң, мүмкін рухтанып сәл бір Сенмен бірге ме?
иә, барлығымыз бірге осы көлікте Конечно. Қарсы емеспін. қосайық. Ләззатпен. Семен Мақов, сәйгілік, жұлдыз таксиде. Сәке және Бәке, кеттік. Тезде кейде қара бұлдайды бүктеген, үйіме үнсіз тұншырап қайғырып келем. Талықсып жатып содан соң кетемін ұйықтап кетсем, күземде сәйгүлік көрем. Менімде шабам алдымнан аңғарлар қаптап, тауларды орғып өтемін жаңғарлар қаптап. Жарықтың жылдамдығында жолды қалдырам, мен болсам арман тұлпарым, арманын бар. Күшті қайырмасы. Әдемі естілетті. Енді қараңыз, елестетіңіз, дәл қазір сіз тойда отырсыз. Тойда досыңыз сізді таныс болуға алып келді. Семен, жоқ, сен қалайда билеу керексің деп ортаға алып шықты. Сол кезде мен бір жерге тоқтап алайын. Семеннің биі қандай болмақ? Көрейік. Қазір ма? Отырып? Отырып. Пауза ұсташы, пожалуйста, Бәке. Қазір мен баршаларыңызға түсіндірем, тойда қалай билеуге болады. Енді мәселе аяқта емес, мәселе тіпті денеде емес. Тек қана қол, мойын, көлім және иықтер ма? Иықтер, иә. Қазір көрсетем, кеттік. Дайынсыңдар ма? Мінекей, битес. Бұл жерде вообще қозғамайым. Алма жоқ, алдымызда сан келес, жетелеген аяла арманды бәсім. Көңілімде шалқып күй, жүрегімде нұр тұнып, махаббатпен сезімде әлемді сүмсіз. Сезім сиқыр, қаламат, ол жүректегі шапағат, мәңгі әлемді қорғайды, махаббат сен бір махаббат. Тойға барған кезде өзін ыңғайсыз сезініп билемей отырып алатын біздің көрермендерге Семеннен сабақ алсаңыздар болады. Би үйретеді Семен, иә? Иә, смело маған хабарласыңыздар. Қыздар, әйелдер түкі. Стендапта жалпы өнер көрсетіп жүрсің. Стендаптағы әзілдер... Стендапта ғана емес, брат. Мен өзім жаңа ғана режиссер болып кеттім. Семен қазір режиссер ма? Семен қазір режиссер. Мен қазір режиссер мырзамен отырмын. Иә, и битем да, уже осы жерде отырысым мынандай болу керек та. Сәл. Осылай. Бірақ менің білуімше Семен қанша жерден режиссер болсын, басқа маман иесі болсын, сол бір қарапайым Семен. Дұрыс қой. Стендаптағы әзілдерді, өмірдегі вайндарда, жалпы түсірілімдегі сценарийін өзің жазасыз ба? Иә, өзім жазып жүрмін сценарийларда, вайндарда. Егерде түсіргін келсе бір нәрсені... Қанша уақыт кетеді бір сценарий жазуға? Ол не үшін сценарий? Мысалы үшін, вайн үшін, скетч үшін, немесе телехикая үшін, немесе кино үшін. Саған қандай сценарий мысалы үшін керек? Бір Инстаграм әлеуметтік желісінде вайн деп айтады. 1 сағат. 1 сағат. Иә, 1 сағаттың ішінде бірнеше вайн ойлап тауып түсіре аламыз. Ойлап тауып түсіре аласыздар. Қазақ достарыңның арасында орыссың, орыс достарыңның арасында қазақсың. Жүрегің кім деп соғады? Мен былай айтайын, мысалы үшін сыртымда орыспын, ішімде қазақпын. И ол маған маңызды емес. Мен, мысалы үшін, мен қасымда қазақ емес, орыс емес. Мен қасымда жан, кісі, азамат, қандас отыр. Ол мен үшін ең бастысы.
болашаққа қандай жоспар бар? Енді бір арманым бар. Ол енді орысша айтқанда охота быть счастливым и спокойным. Жайлы әрі бақытты болу. Иә, бақытты болу. Отбасы құру. Балалы шағалы болу. Сәби сүю. Дәл таптың, брат. Дәл таптың. Мен сенің ойыңды толығымен алып. Мына жерде тоқташы, пожалуйста. Ой, міне, бауырым деп осы жігітті айтуға болады. Онда былай жасақ, Семенов, мықтылығыңды дәлелде. Дәл қазір мен сенің ережеңмен ойнайтын болам. Мен орысша сөздерді айтамын, 15 секундта қазақшаға аударасың. Саған, братан, мүмкін басқа тапсырма бересің ба? Сенің ережеңмен 15 секундта орысша сөздерді қазақшаға аударасың. Все хорошо, жақсы. Баклажан. Ой, білем ғой аны. Ой, жоқ, ол емес. Баялды емес пе? Баялды. Өте керемет. Балкон. Қылтима, ол оңай ғой. Велосипед. Балдырған тек қана айталым. Велосипед. Велосипед. Оны білмеймін, брат. Велосипед. 15 секунд уақыт. Ойлануға. Қазір мотоциклдің бір әшкесі. Мотоциклдің інісі шайтан арба. Шайтан арба? Да. Қой, Мен орысша сөйлеп кеттім уже. Да, деп уже. Қалай оқыдың? Котенок. Мысықтың баласы ма? Котенок. Мысық. Басқа 10 секунд уақытың алды. Массаған есімде жоқ. Тіпті сөзі қоржынында да жоқ. Котенок марғау. Марғау? Марғау. Марғау? Марғау. Массаған білмедім оны. Лисенок. Брат, мүмкін фаунадан басқа нәрселерге көшеміз ба? Лисенок қалай болады? Білмеймін. Шынымен де білмеймін. Қалай болады? Лисенок жәудір. Жәудір? Оны да білмеппін мен. Зато біле жүресің енді. Иә. Ендігі сұраған кезде... Марғау, жәудір. Жәудір, марғау, велосипед. Велосипед, иә. Шайтан арба. Соның барлығын алдағы уақытта біздің бағдарламамыздың арқасында біле жүресің деп ойлаймын. Капсула түрінде саумалды тамақтанатының алдында 20 минут бұрын немесе 20 минут кейін қолдану керек. Саумал. Ё-моё, братан, тағы да сыйлық па? Сыйлық. Массаған рахмет. Айтпайсыздар ма? Мен тоже дайындап келетін едім. Сыйлық? Конечно, мысалы үшін там матрешка бір нәрсе, там пирожки алып келетін едім. Құрметті көрермендер, Семенға алғысымыз шексіз, тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Алдағы жоспарлары орындалып, тезірек үйленсін. Қыздар, әйелдер Семенға жаза беріңіздер. Ал біздің демеушімізге Cherry компаниясына алғыс білдіреміз. Райымбек 115-23 мекен жайына барсаңыз, тест-драйв өткізіп, көліктердің барлық түс-түсін қоймадан көре аласыздар. Егер де сатып аламын десеңіздер, барлық қаржылық бағдарламалар бар. Семен, саған үлкен рахмет. Баке, саған да рахмет. От души. Түсірілімдер, гастрольдер, сұхбаттар мен кездесулер. Мұның бәріне мен күш қуатты қайдан алам? Мұндайда маған отандық өнім, саумал көмекке келеді. 40 түрлі дертке шипа болатын саумал өнімі енді капсулада. Тапсырыс беру үшін 8-727-225-10-20 нөміріне хабарласыңыз. Саумал, саулықтың сыры мен ұзақ жасаудың құпиясы.